Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақта әрине өте пайдалы сөйлемдерді, сөздерді үйренуді жалғастырамыз. Ол деген сен қытайша сөйлей аласың ба? Жауабы мен қытайша сөйлей аламын, әрі мен қытайша сөйлей алмаймын деген сөйлемдерді үйренетін боламыз. Ал кеттік. Қараңыздар, бірінші иероглифті сіздер білесіздер. Не, қараңыздар, пенин жазбадым, өткен иероглифтарды жазбаймын. Келесі иероглиф, қараңыздар, оқылуы хой. Әрине көп адам бұл иероглифті бірінші рет естіген кезде күледі. Біреу жарты сағат күледі, біреу 10 минут күледі, біреу 1 минут күледі, біреу 5 секунд күледі де қоя салады. Көреміз сіз қанша уақыт күледі екенсіз. Хуй мағынасы, қараңыздар, қолдан келу, істей алу. Әрине орысша уметь, мочь, ағылшынша can, I can play деп мысалы қолданамыз. Бұл жерде қолдан келу, мысалы, сен қытайша сөйлей аласың ба деген жерде қолданамыз. Әрине қазақ тіліндегі құрылымы кішкене басқаша, бірақ орысша әдемі келіп тұрады. Мысалы, я умею, ты умеешь, мында да ты деп тұр, не, ары қарай хуй, ты умеешь деп тұр, орысша құрылымы келіп тұр. Әрине қазақша құрылымдары көбінесе бірдей келіп тұрады, бірақ осы сөйлемде орысша құрылымы әдемірек келіп тұр. Қазақшада басқаша айтамыз ғой, қараңыздар. Енді оқылуы, қараңыздар, хуй. Жаңағы орыс тіліндегі сөзбен кішкене басқаша естіледі. Хуй. Идің үстінде аздап тоқтаймын. Бір кідіріп қалам. Хуй. Хуй. Бірнеше рет менімен бірдей қайталаңыздар, соның айырмашылығын нақты түсінесіздер. Төртінші тонмен хуй. Құлау керек. Хуй. Хуй. Осылай ғана. Хуй. Қараңыздар, осы жерде де әрине мен кириллицаны беріп қойдым. Неге? Өйткені бұл жерде көмек керек. Осындай пениндардың айтылуына көмегім керек болған кезде мен міндетті түрде кириллицамен сіздерге көрсетіп жүрмін ғой. Ал бірақ басқа кезде көрсетпеймін. Көмек керек емес кезде көрсетпеймін. Ал кеттік. Хуй. Төртінші тон. Енді алдыңғы иероглифпен бірге оқимыз. Не хуй. Не хуй. Үшінші тон, төртінші тон. Не хуй мағынасы сен істей аласың, сенің қолыңнан келеді дегенді білдіреді. Ал енді келесі жаңа сөзді оқимыз. Шуо. Бірінші тон, мағынасы айту, сөйлеу. Әрине бұл жерде көбірек мағынасы сөйлеу болады. Орысша говорить, мысалы, қараңыздар, сөйлеу болған кезде сен қытайша сөйлей аласың ба деген сөйлемнің ішінде келеді. Енді оқылуы бірінші тон. Шуо. Тек қана осыны оқимыз. Шуо. Бірінші тон. Шуо. Бірінші тон. Шуо. Көрдіңіз ғой, мен кириллицаны бермеймін. Неге? Өйткені оқу оңай. SH тұр, оны Ш деп оқисыз. О, шуо. Болды. Шуо. Енді барлығын бірге оқимыз. Не хуй шуо. Не хуй шуо. Сен сөйлей аласың. Әрине, аласың дегенді біз қазақ тілінде соңында айттық, бірақ қытай тілінде екінші болып тұрады. Орыс тіліндегі сияқты. Ты умеешь говорить деп. Сен сөйлей аласың. Не хуй шуо. Мысалы, сен сөйлейсің деген не шуо, сен сөйле. Немесе мен сөйлеймін. О шуо деп те айтуға болады. Бірақ бұл жерде бізде қолдан келу дегенді қолдану керек. Не хуй шуо. Естеріңізде ғой. Мен кідірген кезде бірдей қайталаңыздар, дауыстарыңызды шығарып. Не хуй шуо. Сен сөйлей аласың. Ал кеттік, келесі иероглиф. Ханю. Бұл жерде әрине айтылуына кішкене көбірек тоқтайтын боламын, бірақ мағынасы Қытай тілі. Әрине тағы да бір иероглиф бар, Қытай тілін білдіретін, бірақ оларды келесі видео сабақтарда үйренетін боламыз. Қараңыздар. Бірінші иероглиф хан. Төртінші тон хан. Бұл жерде аса көмегім керек емес. Неге? Латын әріптерді көргеніңіздей оқисыздар. Енді келесі пенинді оқу үшін мен өзім ойлап тапқан бір әріпім бар. Қазір қараңыздар. Ол оқылуы үй. Қараңыздар. Бұл әріпім қай әріптерге ұқсайды? Үсті жағы и әріпіне ұқсайды, ал асты жағы өзіміздің ö әріпіне ұқсайды, дұрыс қой. Бірақ бұл деген сіз білетін мысалы үй сөз емес. Мысалы үйде, үй, үй. Неге үй емес? Өйткені үй деген сөздің ішінде екі дыбысталу бар. Басында ö, соңында и. Үй. Үй. Көрдіңіз бе? Ö деп басылады да, соңында и мен аяқталады. Үй. Үй. Бұл әріптің дыбысталуы үй емес, бірақ дыбысталу. Үй. Мысалы, мен орыс тілінде түсіндірген кезде ю әріпімен мысал келтіремін. Мысалы, ю деген бір әріп, бірақ екі дыбысталудан тұрады. Басында и, соңында у. Ю.
Дұрыс қой. Үй сөзі де сондай. Жаңа айттым, мен соңында и. Бірақ мына менің әрпім тек қана бір дыбысталумен оқылу керек. Үй. Көрдіңіз ғой, басында үй, соңында да үй. Енді ердіңізді барынша алдыға шығарасыз, қысыңқырайсыз. Үй, үй, үй деп осы пининді оқисыздар, жарай ма? Ал кеттік. Енді Қытай тілін бірге оқимыз. Хан үй, хан, үй, үй, көрдіңіз ғой? Үй, үй, хан үй, Қытай тілі. Хан үй. Енді барлығын бірге оқимыз. Ни хуй шуо хан үй. Ни хуй шуо хан үй. Мағынасы, сен қытайша сөйлей аласың деп айтуға болады. Мысалы, қытайша сөйлей алатын адамдарға сен қытайша сөйлей аласың. Дұрыс қой? Ни хуй шуо хан үй. Әрине, бұл жерде мен қытайша сөйлей аламын дейтін қазіргі сөйлеміз осылай айтылады. Басына оны қойсақ, Wo hui shuo hanyu. Мен сөйлей аламын. Сен сөйлей аласың, қалай болады? Ни хуй шуо ханю. Сен қытайша сөйлей аласың. Әрине, бұны тондарға мән бермей егер оқысаңыз, ни хуй шуо ханю. Ни хуй шуо ханю. Кейбір адамдар көбісі Қытай тілін айтқан кезде ханю деп айтады. Ю әрпімен. Ол дұрыс емес. Ханю, дұрыс емес ол. Мүмкін Қытайлардың бір 10 немесе 5-ақ пайыз түсіну мүмкін ханю. Мүмкін 1%, мүмкін ешкімде түсінбеуі мүмкін. Ханю емес. Ханю, осылай ғана. Не хуй шуо ханю. Енді соңына сіз білетін иероглифті қоямыз. Ма иероглифі, бұл деген ни хау ма деген сөйлемде болды. Қалың қалай деген кезде. Бұл жерде тұра қалып, сұраққа айналып кетеді. Қараңыздар. Не хуй шуо ханю ма. Не хуй шуо ханю ма. Мағынасы, сен қытайша сөйлей аласың ба? Сен қытай тілінде сөйлей аласың ба? Деп сұраймыз. Тағы бір рет қайталаймыз. Ни хуй шуо ханю ма? Енді жауабы, мен қытайша сөйлей аламын. Wo хуй шуо ханю. Көрдіңіз ғой? Құрылымы жаңағы сөйлеммен бірдей, тек қана басында сеннің орнына менді қойдық, болды. Wo хуй шуо ханю. Мен қытайша сөйлей аламын. Дауыстарыңызды шығарып, бірдей мұқият қайталаңыздар. Wo hui shuo hanyu. Wo hui shuo hanyu. Деп, мен қытайша сөйлей аламын деп айтасыздар. Енді мен қытайша сөйлей алмаймын дегенде сіздерге жауап керек қой. Мысалы, қытайлар сіздерден, сіз қытайша сөйлей бастаған кезде, сіз айтасыз ғой, мен қытайша сөйлей алмаймын деп. Өйткені көп сөйлемдер жаудырып тастауы мүмкін. Сіздер бірнеше сөйлем білсеңіз, қалғанына жауап бере алмай қаласыз ғой. Сол үшін айтасыз, мен қытайша сөйлей алмаймын дейсіз. Енді Wo bu hui shuo hanyu. Бұл жерде кішкене тоқтап, бір иероглифін тағы да түсіндіріп өтейін. Қараңыздар. Бу деген иероглиф, ол бізде қай сөйлемде болды? Естеріңізде ме? Оқасы жоқ деген сөздің ішінде буйон се, буйон се деп жауап бердік. Сол жерде әрине әрқашан бу деген иероглиф 4-ші тонмен оқылады. Бірақ естеріңізде болса, будан кейін кез келген 4-ші тон келетін болса, бу 2-ші тон болып оқылып кетеді. Осы жерде де солай, қараңыздар. Хуй 4-ші тон, оның алдындағы бу 2-ші тон болып кетеді. Бу хуй. Бу хуй, көрдіңіз, бу көтеріледі, хуй түседі. Бу хуй. Бу хуй. Сонда Wo bu hui shuo hanyu. Wo bu hui shuo hanyu. Әрине байқап та қалған шығарсыздар. Мен басыммен немесе қолмен көрсетіп тұрамын. Тондарын басында көрсетесіздер, бірақ уақыт өте келе көрсетпей кетесіздер, үйреніп кетесіздер. Неге? Менің мысалы қазіргі көрсетуімнің мақсаты сіздерге оңай болсын деп тондарын көрсетіп жатқаным ғой. Енді тағы да қайталаймыз. Бірдей қайталаңыздар. Wo bu hui shuo hanyu. Wo bu hui shuo hanyu. Мен қытайша сөйлей алмаймын деп жауап бересіздер. Ал енді барлығын тағы да бір рет қайталаймыз. Әрине бір рет емес, бірнеше рет. Кеттік. Сен қытайша сөйлей аласың ба? Ни хуй шуо ханю ма? Ни хуй шуо ханю ма? Деп сұрайсыздар. Егер сіздер жай ғана ни хуй шуо ханю ма деп айтып қалсаңыздар, онда ешқандай Қытай сіздерді түсінбейді. Сол үшін бірдей қайталаңыздар. Ни хуй шуо ханю ма? Жауабы.
мен қытайша сөйлей аламын. 我会说汉语。我会说汉语。мен қытайша сөйлей аламын. Енді мен қытайша сөйлей алмаймын. 我不会说汉语。我不会说汉语。деп осындай өте пайдалы сөйлемдерді қолданасыздар. Міндетті түрде практиканы жасауды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, естеріңізге түсіре кетейін. Бұл иероглифтарды телефонда, компьютерда қалай жазасыздар? Әрине төменде видео бар, қарасаңыздар түсінікті болады. Бірақ тез айта салайын. Пининдардың барлығын жазасыз, пробелсіз бірден бәрін жазып болғаннан кейін сұрақ белгісін қоясыздар да, осы иероглифтер шығады, таңдайсыз жібересіз. Өте тез. Айтпақшы, қытайша сөйлеулеріңізді де практика жасаңыздар. Бізге аудио файлдарыңызды жіберіңіз, міндетті түрде қарап, тексеріп, дұрыс нұсқасын айтып береміз, жарай ма? Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.